Достар, қайырлы күн. Бұл видео көп адамның өмірін өзгертеді және де варикоздың алдын алады деген үлкен үміттемін. Өйткені менің аты жөнім Нұрғазы. Мен осы варикоз саласында тек қана еммен ғана айналысып жүрген маман емес, сонымен қатар варикозды терең деңгейде, осындай молекулярлы биохимиялық деңгейде көп жылдан бері зерттеп жүрген маманмын. Сол үшін бұл ақпарат ешқандай жерде жоқ, жазылмаған. Бірақ мен осы көптеген ғылыми жұмыстардың арқасында және де көптеген алған білімнің арқасында, тәжірибемнің арқасында соның барлығын біріктіре отырып, осылай варикоздың дамуы бойынша жұмыс жасап шыққан болатынмын. Соны мен сіздерге барынша қысқаша, түсінікті түрде жеткізгім келіп жатыр. Бізде варикоздың пайда болуы кез келген мысалы литератураны интернет желісінде ашып қарасаңыз, ол артық салмақ, ұзақ уақыт аяқ үстінде тұрып жұмыс жасайтын адамдарда, немесе отырып жұмыс жасайтын адамдарда, көп қозғалмайтын адамдарда жүктіліктерде шығады деп кетеді. Бірақ біз оны білмейміз, оның ар жағында не болатынын, ағзада қандай өзгерістер болатынын, тамырдың құрамында. Осы туралы мен бүгін сіздерге айтып кететін боламын. Ең бірінші кезекте варикоз дегеніміз не және тамырлар неден түзіледі, соны қысқаша айтып кетемін. Сосын одан әрі варикоздың даму себебін айтамын. Қараңыздар, қалыпты жағдайда аяқтағы көк тамырлар міне осындай болады. Қабырғасы, стенкасы дейміз, ол қалың, ішінде осындай клапандар тұрады. Бұл клапандардың негізгі қызметі, яғни аяқтың төменгі жағынан жүрекке қарай қан көтерілген кезде қайтадан қан кейін қарай түсіп кетпес үшін осылай клапандар ұстап тұрады. Қан тек қана сонда бізде жоғарыға ғана көтеріледі. Міне қалыпты жағдайдағы тамыр осындай болу керек. Енді варикоз кімдерде дамиды, не үшін дамиды деген сұраққа мен былай айтамын. Варикоз бірінші кезекте ол генетикалық ауру. Оны еш жерде біз жасыра алмаймыз. Не только варикоз, барлық аурулар бірінші кезекте генетикалық түрде ол беріледі ата-анадан. Ол осындай әлсіз тамыр болуы мүмкін, немесе әлсіз осындай клапандар сізге беріледі деген сөз. Бірақ ол әлі сізде варикоз емес, сіз сау тамырмен жүрсіз деген сөз. Екінші кезекте ол сау кәдімгі адамдардың өзінде де ол варикоз өмір сүру барысында дамуы мүмкін. Просто генетикалық түрде берілген адамдарда ол варикоз тез, жылдам дамиды деген сөз, сау адамға қарағанда. Сондықтан, бірақ екеуінде де сол бір процесс жүреді жалпы. Қалай жүреді? Бірінші кезекте біз айтамыз, застой деп жаздым мен. Застой деген, яғни қанның іркіліп қалуы ғой. Қан негізі белсенді түрде осылай жүріп тұру керек. Ал егер де қан бір орында осылай тұрып қалатын болса, ұзақ уақыт содан басталады. Варикоздың негізгі себептері застойдан басталады. Неге? Өйткені қараңыздар, көп қозғалмайтын адамдар, таңнан кешке дейін осылай аяқ үстінде тұрып жұмыс жасайтындар, немесе таңнан кешке дейін отырып қозғалмай жұмыс жасайтын адамдарда жүктілік, қараңыздар, жүктіліктің өзі застой ғой негізінде. Өйткені бала тамырды қыс бастаған екен, төменгі жақта застой пайда болады. Жалпы бүкіл заттан бірінші застой пайда болады көк тамырда. Ол өз кезегінде тамырдың ішінде қан тұрып қалған екен, ол давление, яғни жоғарылайды, қан қысымы осы тамырдың ішінде жоғарылайды. Содан ол тамырды кеңейтіп бастайды. Сол кезде тамырдың ішкі интимасы зақымдалады, тамырдың ішкі қабаты. Сол кезде бізде ол жерге екінші этап басталады. Макрофагтар келеді, олар өздерін жай интерлейкин заттарын бөліп, яғни сол тамырдың бойында бізде қабыну процесі жүреді, екінші этап. Тамырдың ішінде қабыну процесі жүреді, бұл өте ұзақ уақыт жүреді. Оны біз білмейміз, біз осы күнделікті өмірімізді сүріп жүре береміз. Әлі аяғымызда ешқандай варикоз болған жоқ. Міне осы этапта біз білмейміз. Енді осы ұзақ уақыттан бері воспаление, қабыну процесі жүргеннен кейін бізде металлопротеаз деген үшінші этап, яғни металлопротеаз деген зат сол жоғарылап бастайды, көтеріліп бастайды. Бұл зат не істейді? Металлопротеаз, яғни осы тамырдың ішінде, тамыр бізде неден тұрады? Ол коллаген, эластиннан тұрады. Негізгі зат ол коллаген. Коллаген деген тамырдың кеңіп кетуінен, клапандардың бұзылып кетуінен сондай мықтылық беріп тұрады. Соған кедергі жасап тұратын негізгі зат коллаген. Осы коллагенді металлопротеаз не істейді? Разрушает. Соны жеп бастайды. Нәтижесінде не болады? Бізде уже екінші этапы пайда болады. Варикоздың бастапқы стадиясы. Қараңыздар, тамыр қалың еді, уже тамыр не істеп жатыр? Жұқа болып жатыр. Қараңыздар, стенкасы жұқарып кетті. Екіншіден, клапандар не істеп жатыр? Жұқарып жатыр. Баяғыда мынандай клапан толық жабылатын еді, қанды өткізбей. Ал мына жерде не істеді? Қан толық емес, жартылай төмен қарай кетіп жатыр. Міне бұл варикоздың бастапқы стадиясы. Клапандар да жұқарып жатыр. Аралары ашық, бір-бірімен толық жабылмайды. Стенкасы жұқа. Осы металлопротеазды
жоғарылаған сайын, яғни коллаген жұқара береді, нәтижесінде қан қысымы мынаның ішінде көбейе береді. Баяғы застой бар ғой, мынаны одан сайын тамыр, мына кезде тамыр өзі ұстап тұратын әлде де. Ал мына этапта уже тамыр өзін ұстай алмайды, өйткені бойындағы коллаген жоқ баяғы. Сол үшін тамыр не істейді, уже үлкейіп бастайды. Тамыр үлкейіп бастағаннан кейін мына клапандар толық жабылмайды, қан кейін қарай аға береді, ол одан сайын давлениені көтере береді. Енді бұл бізде варикоздың бастапқы стадиясы. Бұл кезде біз УЗИден көруге болады, бірақ тамырдың әлде де қабырғасы сақталған, просто жұқарып кеткен деген сөз. Енді осы металлопротеазды не күшейтеді? Мен қазір осы жерде тағы да тоқталып кетемін. Осыдан кейінгі этап енді попытка ремонта дейді, активация фибробласт дейді. Мен бұлай жазып қойдым, өйткені енді коллаген жерініп жатқан екен, ағза не істейді? Оның орнын толтыруға тырысады, коллагендерді қайтадан түзуге тырысады. Сол сөйтіп бізде фибробласт деген зат коллагенді түзіп бастайды. Енді бұл түзіледі, егер де адамда мына заттар болмаса, егер де мына заттар болса, бұл фибробласттар не істейді? Коллагенді түземін деп, ол хаотично дұрыс түзбейді уже. Біріншісіне бір коллагендер жинала береді да, сосын ары қарай ол фиброзға айналады. Фиброзға айналған тамыр ол ешқашан қайтадан жөнделмейді деген сөз. Ол біздегі осы варикозды, тамырлар шығып тұрады ғой, терінің бетіндегі, ол осы этап. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бізде металлопротеазды төмендету керекпіз. Бұны мысалға бір кезде көтеретін, осыны одан сайын күшейтетін заттар бар. Фибробласттарды күшейтіп, хаотично коллагендердің түзілуіне алып келетін қандай зат? Ол ең бірінші кезекте H молекулалар дейді. H молекула деп отырғанымыз бұның ар жағында артықталма жатыр. Яғни гликативті оксидативті стресс деп айтар едім. Ол деп отырғанымыз сіздердің күнделікті жеп жатқан тәтті тағамдардың, тәтті сулардың, курение, ұйқының дұрыс еместігі, спорттың жоқтығы и стресс. Міне осы мен айтып жүрген база, сол база дұрыс болған кезде осы H және ROS молекулаларын жоғарылатып күшейтіп жібереді қанның құрамында. Сол кезде ол не істейді? Осы металлопротеазды күшейтіп, одан сайын коллагеннің желініп тамырын жұқаруына әкеле береді. Екінші, ол Т3 гормон. Мен қалқанша безінің гормонының өте маңыздылығын айтып кеткім келеді. Өйткені қалқанша без гормоны және бүйрек үсті безі ДГА гормоны екеуі осы коллаген эластиннің түзілуіне алып келетін негізгі гормондар. Егер де адамда гипотиреоз болса, бүйрек үсті безі әбден әлсіреген адамдар болса, оларда коллаген, кетіп жатқан коллагеннің орнын толықтырып үлгермейді. Сол үшін тамыр тез варикозға айналып кетеді. Менің өзім практикамда қарасаңыздар, әбден истощенный дейді ғой әйелдер, ауылдық жерлерде көп айтамын мен, уже күш энергиясы жоқ, күндіз деген сияқты. Вот сондай әйелдерде міне осы гормондарда проблема бар. Олардың варикозын қарасаң, аяғында варикозы өте қатты үлкейіп кеткен. 30 жастағы қыздарда 60-70 жастағы варикоздар кездеседі. Соншалықты қатты асып кетеді. Өйткені коллаген түзілмейді. Тек қана разрушение жүріп жатыр. Бүйрек үсті безінің проблемасын қайдан білеміз? Егер адамда сізде мысалы күндіз күш жоқ, ұйқыңыз тұрдыңыз, бірақ күшіңіз жоқ, күндіз тез шаршап қаласыз. Ол осымен білуге болады. Қалқанша без гормоны, ол туралы мен көптеген өзіме инстаграмда айтып кетіп жатырмын. Және төртінші анемия. Анемия, яғни қан аздық. Ол тек гемоглобинге қарамаймыз. Оның ішінде витамин группа В бар, темір бар, ферритин бар. Соның бәрі бізге анемия деп айтамыз. Егер осылар аз болатын болса, тамырдың құрамында коллаген тоже дұрыс түзілмейді, мынаны көтере береді, металлопротеазды. Ол одан сайын тамыр жұқарып үлкейе береді деген сөз. Міне, осы заттар мына металлопротеазды күшейтеді, нәтижесінде тамыр одан сайын жұқара береді, варикоз ары қарай келесі үлкен варикоз тамырының түзілуіне алып келеді. Варикоздың қалай алдын аламыз, сол туралы айтқым келеді. Егер де сізде варикоз уже аяқта үлкен шығып тұрған болса, мына этапта тұрса, бұл айтқанның ешқайсысы әрине оны емдемейді, оны алдын аламайды. Оны тек қана емдеу керек болады. Егер де сізде варикозның бастапқы сатыда және басынан мына этапқа дейін болса, онда осы мен айтқанды қолдансаңыз, сіз бұның одан әрі варикоздың үлкейіп дамып кетуінен алдын аласыз. Тіпті егер сізде варикозыңыз емдетіп қойған болсаңыз да, келешекте басқа сау тамырлардың варикозға айналуын алдын аласыз. Немесе сізде әлі варикоз жоқ, бірақ ата-анаңызда варикоз бар. Сізде өте жоғарғы рискте тұрсыз варикоздың болуына деген сөз. Сол кезде осыны қолдансаңыз да, сіз варикозды 90-95%-ға болдыртпауыңызға мүмкіндік бар. Сондықтан қалай біз варикоздың алдын аламыз? Бірінші кезекте мен жаздым қимыл және спорт деп. Өйткені біз білеміз, варикоздың ең бірінші дамуы ол неден басталады? Застойдан басталады. Қаны іркіліп қалуы. Сол үшін көп қимылдаймыз, көп жүреміз. Және де спортты қосамыз күнделікті өмірге. Застой болмайды, значит, мына процесс
болмайды деген сөз. Екіншіден, оксидативті гликативті стресстің алдын алу. Бұл деп отырғанымыз қарапайым тілмен айтқан кезде, міне мен айтып кеттім ғой, тәтті тағамдар, тәтті сулар, темекі, ұйқы, міне осы 4 зат неге алып келеді? Оксидативті гликативті стресстің пайда болуына әкеледі. Яғни ағза тотығып кетеді. Тотығып кеткеннен кейін мынандай H, ROS деген сияқты молекулалар түзіледі. Бұл мынау металлопротеазды жоғарылатады да сіздің тамырыңыз тез варикозға айналып бастайды. Түсінікті ғой, яғни бұның арт жағында неге алып келеді? Мыналар жоғарылағанда артық салмақ алып келеді, ожирение. Сондықтан артық салмағыңыз бар ма, салмақ тастаңыз. Сізде варикоздың пайда болуына риск өте жоғары деген сөз. Келесі, Т3 гормон және бүйрек сүбесі ДГА гормондардың қалыпты нормада болуы және витамин С. Не үшін? Өйткені тамырдың құрамында әрқашан бізде коллаген эластиннен тұрады. Олар өзі жиеленіп, оның орны қалыпқа келіп отыру керек. Ал оның қалыпқа келтіріп отыратын не? Қалқанша бездің гормондары Т3 және ДГА бүйрек сүбесінің гормондары және витамин С соған көмектеседі. Осылардың бәрі қалыпты болса, сізде аяқта майда капилляр сеточкалардың шығуы да азаяды. Және де осындай варикоз тамырлардың одан әрі дамуын сіз алдын аласыз деген сөз. Сондықтан осыны біз қалыпты деңгейде ұстаймыз. Келесі флавоноидтар. Флавоноидтар, қараңыздар, варикоз индустриясында барлық берілетін дәрілердің бәрі осы флавоноидтардан тұрады. Флавоноидтар негізгі механизмі тамырға қалай әсер етеді? Міне, созылмалы воспаление тамырдың бойындағы және металлопротеаздарды воспаление не істейді? Төмендетеді деген сөз. Ал біз дәрі түрінде өмір бойы іше алмаймыз. Сондықтан біз оны табиғи жолмен оңай ала аламыз. Ол үшін жидектер. Смородина, клубника, черника, құлпынай, в общем, бүкіл жидектердің бәрін жеңіздер. Не үшін? Өйткені жидектің құрамында осы флавоноидтар бар. Ол бізде воспалениені төмендетеді, металлопротеазды төмендетеді, тамырды сақтап қалады деген сөз. Бізде қазақта неге варикоз өте көп басқа ұлттармен қарағанда? Өйткені олар жидекте өте көп жейді. Мүмкін содан да болуы мүмкін. Бізде бірақ варикоздың ең ауыр өте көп кездеседі басқа ұлтқа қарағанда. Өйткені біз жидекті ешқашан жемейміз. Жидекті жеуді күнделікті әдетке айналдыру керек. Сонымен қатар жаңағы цитрусовый өнімдер, біз көбіне тәтті өнімдер жейміз, фруктыларды. А кислый өнімдер, фруктылар өте пайдалы. Келесі бұл анемия. Қан аздық, ол варикозды 100%-ға алып келеді. Егер де сізде генетикалық тұрғыда варикозға бейімділік бар болса, екіншіден сізде застой болса, застой жүктілікте застой болады. Как не крутить, бәрі жүктілікте застой болады. Міне, застой, генетика, үшіншіден егер анемия болса, анемия мына процесті күшейтеді, металлопротеазды жоғарылатады, воспалениені күшейтеді, и все, варикоз. Сол үшін анемия деген ол тек қана гемоглобин емес, оның ішінде темір, ферритин, витамин группы В, яғни B9, міне осылардың бәрі бізде қалыпты жағдайда болу керек. Осылар дефицитте болмаса, ең бастысы сізде варикоз болмайды деген сөз. Кез келген адамға варикозды қалай алдын аламын десе, міне осыны қолданыңыздар. Бұлай толық ешқандай ақпарат беттерінде еш жерде жазылмаған, бұл менің айтып кеткендей тәжірибеме сүйене отырып. Осы интегративті превентивті медицинаны зерттеп, көптеген ғылыми жұмыстарды, научный работалардың бәрін салыстыра отырып, мықты осындай эксперт, ғалым адамдармен осыны көрсете отырып, осылай шыққан бұл жұмыс деп айтсам да болады. Сондықтан варикозбен ауырмаңыздар. Біздің мақсатымыз варикоздың алдын алу және де варикоздың жалпы ауруын азайту. Пайдалы болса, міндетті түрде лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Және қандай сұрақтар болса жазыңыздар.